Мен басын біреу кесіп алса да мен шындығымды айтқам анама. И әлі де анама айтам, сіздің балаңыз ешкімді өлтірген жоқ, мен қанішер емеспін өлтіретін. Қайда жүрсеңіз де басыңызды тік ұстап жүргіңізге болады. Оның бәрін Алла көріп тұр, құрметті сот. Мен енді өзім жақтан дәлелімді бәрін айттым. Менің берген жауаптарымда ешқандай қарама-қайшылық жоқ. Мен көрсеткен жерім бәрін қалай болған айтып бердім. Соған байланысты, құрметті сот, маған тек қана әділ жаза беруіңізді сұраймын. Маған тағылған айыппен мен 293 баптың 3-ші бөлігімен келсем. Мен кінәлі емеспін деп айтпаймын, мен о жерде бір Алланың қалауымен сол жерде болып қалдым. Оған көнем, құрметті сот. Және де жәбірленуші тараптан шын жүректен кешірім сұраймын. Құрметті сот, оған Сахиев Равильге айып тағып жатыр ондай. Бұл жерде Сахиев Равильдің дым қатысы жоқ негізі.